Достар, бүгін біз өте көп таралған ауру туралы сөйлесеміз. Ол қант диабеті. Қарапайым тілмен айтқанда, қант диабеті ағза қантта дұрыс пайдаланбайды. Яғни қант бар, бірақ жасушаға кірмейді. Неге? Өйткені кілт сияқты ашатын инсулт гормоны дұрыс істемейді. Мысалы, сен үйіңнің есігін ашайын десең, кілтің бұзылып қалған, үйге кіре алмайсың ғой. Дәл сол сияқты қант та жасушаға кіре алмай қалады. Содан қанның ішінде қан көбейіп кетеді. И потом бұл жағдайдың екі түрі болады. Бірінші типті диабет көбіне балалар мен жастарда болады. Бұл кезде ағза мүлде инсулин шығармайды. Обязательно инсулин қосалу керек болады. Әйтпесе өмірге қауіпті. Екінші тип диабет көбінесе үлкен адамдарда, артық салмақпен жүргендерде кездеседі. Мұнда инсулин бар, бірақ ол жұмыс істемейді, яғни жасуша тыңдамайды. Симптомдарына келсек, мысалы, ауыз құрғап, суға жабыса бересің, су көп ішесің, туалетке жиі барасың, көздің көруі нашарлайды, жара баяу жазылады, шаршағыш, әлсіз боласың. Диагноз қалай қояды? Аш қарынға қант өлшейді. Егер 5-5-тен жоғары болса, онда күдік. 7-ден жоғары болса, диабет. И потом тағы бір анализ бар. Ол соңғы 3 айдағы қант деңгейін көрсетеді. Енді емдену жағына тоқталсақ, бірінші тип болса, басқа амал жоқ, инсулин салады. Екінші тип болса, ең алдымен тамақты дұрыстау, тәттіні, ұнды азайту, спортпен айналысу. Егер нәтиже бермесе, дәрі ішесің. Дәрігердің айтуымен кейде уақыт өте келе инсулин де қосылады. Ең бастысы, қант диабеті толық жазылып кетпейді, бірақ оны бақылауға болады. Мысалы, дәрігердің айтқанын орындасаң, дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылдансаң, өмірді ұзақ әрі сапалы сүре аласың. Видео ұнаса, арнаға жазсын.